Баршаңызға қайырлы күн, достар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге ауызашарға өте керемет етті рулеттің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде сіздерге осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Олай болса, соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан соң тұзымызды қосамыз. Артынан қаймағымызды саламыз. Егер сіздерде қаймақ болмаса, айранмен алмастыруға болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң бөлме температурасындағы сары майды немесе сары майларыңызды ерітіп қоссаңыздар да болады. Оның артынан қопсытқышымызды қосып, тағы да кішкене араластырып жібереміз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, мұздатқышқа 10-15 минут көлемінде қалтыратын боламыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге туралған картоп және жуа, яғни пияз, сосын тартылған ет қажет болады. Тартылған етіміздің үстінен картопымызды және пиязымызды салатын боламыз. Міндетті түрде видеодағыдай барлығын майда етіп тураңыздар. Енді дәміне қарай қара бұрышымызды және тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Егер сіздерге картоп ұнамаса, орнына асқабақ немесе тартылған етпен де жасасаңыздар болады. Әркімнің өз отбасының таңдауына, яғни талғамына байланысты. Қамырымыз мұздатқышта тұрып, 15 минут шамасында демалды. Енді жұмыс жасайтын боламыз. 2-ге бөлеміз қамырымызды, біреуін үлкендеу, біреуін кішкентай етіп. Қамырымыздың үлкен бөлігі астына, кіші бөлігі үстіне. Ең алдымен қамырымыздың үлкен бөлігін жайып аламыз. Дым қалың да болмауы қажет, дым жұқа да болмауы қажет. Орташа қалыңдықта жайып аламыз. Дәл осы қамырымызды пергамент бумагасының үстіне жайғастырамыз. Содан соң үстіне салмасын саламыз. Салмасын салмастан бұрын екінші бөлігінде дәл осылай бірден жайып дайындап алсаңыздар болады. Қамырымыздың екінші бөлігінде орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Ал енді салмасын салатын боламыз. Біркелкі әдемі етіп қолымыздың көмегімен салып шығамыз. Енді қамырымыздың екінші бөлігін салатын боламыз. Үстін жауып, барлық шетіне бірдей жеткізіп, содан соң шеттерін осылай бүгіп аламыз, яғни қысып біріктіреміз. Содан соң мен шетін өріп шығатын боламын. Әрине ол міндетті емес, өз фантазияларыңызға байланысты. Одан соң пышағымыздың көмегімен немесе саусағымыздың көмегімен ортасынан бір тесік, яғни сызық жасайтын боламыз. Ал енді бетіне бір жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Осылай барлық жеріне жеткізіп, әдемілеп біркелкі етіп. Бетіне әсемдік үшін ақ күнжіт және қара күнжіт сеуіп шықтым. Бұл міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша. Қызып тұрған 180 градус пеште 50-55 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің етті пирогымыз дайын. Тестасының өзі жұп-жұмсақ болып шығады. Ауыздарыңызда еритін болады. Алдағы уақытта жасалу жолы өте оңай әрі керемет рецептермен бөлісетін боламын. Сол үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.